Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз және де үстіне қантты қосатын боламыз. Қантымыз бен жұмыртқаны жақсылап біркелкі масса болғанша, видеодағыдай болғанша араластырамыз және де үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Төменде описание бөліміне барлығын рецепті қалдыратын боламын. Содан кейін сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер сізде үйіңізде қант ұнтағы болса, осылай қосып жіберсеңіз болады. Негізі ол міндетті емес, менде осындай болғандықтан өте дәмді болуы үшін осылай қосып жібердім. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Байқап тұрсаңыздар, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Сонан кейін какаомызды тағы да ситодан өткізіп қосып алатын боламыз. Егер какаоңыздың сапасы жақсы болатын болса, 2 ас қасық қоссаңыз жеткілікті. 1 ас қасық көлемінде қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біркелкі масса болғанша ешқандай түйіршік қалмайтындай араласуы қажет. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойыңыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін, ең соңында осы ситодан өткізілген ұнымызды қосамыз. Мен алдын ала ситодан өткізіп алдым, және де осылай ұнымызды барлығын бірден емес, 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Сол кезде бізге араластыруға өте оңай болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, ешқандай да түйіршіктер қалмау керек, осындай әдемі смес шығу қажет. Ендігі кезекте формамызға фольганы немесе пергамент қағазды төсеп алатын боламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоятын боламыз, 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі және де піскенін ағаш таяқшаның көмегімен қараймыз. Мінекей менің пирогым пісті, өте әдемі болып, өте үлкен болып көтерілді, сондықтан бетін алып тастадым. Осылай бетіне қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Мен сіздерге қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, өте пышный болып, әдемі болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлсая, алдағы уақытта неше түрлі оңай әрі тез жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын.